Қымбатты көрермен, тікелей эфирдегі Таңшолпан Алматы студиясынан арғарай өз жұмысын жалғастырады. Ерте тұрған ағайынға ерекше көңіл күй сыйлайтын Таңшолпан бағдарламасы күн сайын сіздермен бірге, қымбатты көрермен, демалыс күндерінде уақыттарыңызды сәтімен ойдағыдай өткізді деген ойдамыз. Біз енді Алматы студиясына келіп жайғасқан меймандарымызды рет-ретімен таныстырайық. Қымбатты көрермен, бірнеше күндік мерекелік демалыстардан кейін еңбекке деген құлшыныстарыңыз артып, жалпы осы демалыстардың аясында бойларыңызға күш-қуат толықтай жиналды деген сенімдеміз. Таңшолпан бағдарламасы Алматы студиясынан өз жұмысын жалғастырады. Біздің студиямызға құрметті мейманымызда келді. Таныс болыңыздар, қымбатты көрермен. Мұхтар Әуезов атындағы Қазақ ұлттық драма театрының қоғаммен байланыс бөлімінің маманы, қызметкері және жазушы, драма Қош келдіңіз. Енді қымбатты көрермен, бүгінгі сұхбатымызға арқау болып отырған басты тақырыбымыз бар. Өздеріңіз жақсы білетін танымал актриса Ғайниқамал Байқошқарова ханымның апамыздың деп айтсақ болады, 80 жас мерейтойына орай гастрольдік сапар жоспарланып отыр. Бірер минуттардан соң Ғайниқамал апайымыз да қатарымызға қосылады. Оған дейін әңгімемізді өзіңізбен бастай берейік. Солай істеуді жөн санадық. Енді жалпы бұл сіздің ұйымдастыруыңыздағы өтетін гастрольдік сапар ғой. Толығырақ өзіңіз айтсаңыз. Бұл гастрольдік сапардың маңызы да, мазмұны да өзге гастрольдерден ерекше болайын деп отыр. Өйткені Ғайниқамал Байқошқарова апамыз мерейлі 80 жасқа толды ақпан айында. Сол осы 80 жастың өзі 80-нің сеңгіріне шығып, екі ауыз сөздің басын құрап айтылмайтын ағапаларымыз біздің қоғамда, біздің елде, жұртта өз аз емес, саябырсып қалған дәуірде оқ бойы дара шауып, өзінің өнерімен де өмірімен ерекшеленген бір тұлға болса, осы Ғайниқамал Мұханқызы Байқошқарова апамыз шығар. Ғайниқамал апамыздың осы гастрольдік сапар аясында, Алла бұйырса, ертең мамырдың 11-ші жұлдызы күні Семей қаласына гастрольдік сапармен шығамыз. 13-ші күні Құдай амандық берсе, Абай театрында кешкі сағат 13-ші жұлдыз күні, мамырдың 13-ші жұлдыз күні 5:00-де, 15:00-де, 17:00-де 30 жыл болғанша деген Әубәкір Рахим, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, үлкен режиссер ағамыздың қойылымын алып бара жатырмыз. Содан кейін апамыздың өзінің туған өлкесі Айтулы Аягөз, Мұқағали Мақатаев тілге тиек еткен үлкен Ордалы Шаңырақ, қасиетті мекен. 15 мамыр күні кешкі сағат 19:00-де сонда мәдениет үйінде осы спектакльдің қойылымы болады. Енді тартымдылық жағынан бұл комедияның мазмұнында, мағынасы да ерекше. Әкем театрда қаншама жылдан бері жүріп келе жатқан бірегей туынды. 30 жылға таяп, 20 жылдан бір жарты ғасырлық уақыт болып қалды. Енді осы уақыттардың ішінде қаншама ұрпақтар тәрбиеледі. Тек қана қарттар үйінде қамалған 4 күйеу ананың өміріне құрылған мұңды комедия болған күннің өзінде бүгінгі қоғамдағы өзінің мазмұнын, мәнін жоғалтпаған спектакльдің бірі. Сондықтан осы спектакльде менің Ғайниқамал апам басты рөлді ойнайды. Сондағы қарттар үйіндегі өмірге деген, өмірден жалғыз қалған, өмірге деген махаббаты мен мұңы, өзінің өмірлік серігіне деген сағынышы біріккен, бір астарлы, үлкені де, жасы да, жасамысы бірдей көретін тамаша спектакль. Ғайниқамал апайымыз енді бүкіл саналы ғұмырын осы театр өнеріне арнап келе жатқан тұлғаларымыздың бірі ғой. Әуезов театрында енді бұл кісі қаншама жылдан бері еңбек етіп келе жатыр. Жалпы еңбек өтіліне апамыздың бір тоқталып өтейікші? Еңбек жолына. Ғайниқамал апам сонау 1960 жылдардың ширегінде, өткен ғасырдың 60 жылдар, 50 жылдардың аяғы, консерваторияда бірінші алған білімі медицина саласы болған. Бұл кісінің әкесі өте үлкен заңгер маманы болған, аузы дуалы елге ілінген, бірегей ақылман кісі болған. Ол кісінің әжесі Менкеманова апамыз дүниеден кетер кеткенге дейін осы кісінің өсіп өркендеу жолында батасын тартқан үлкен мерейлі, өз шаңырағының мерейлі, Абай ұрпақтарымен енжар ағайындас Қоян-қолтық араласқан. Жалпы осы апамыздың негізінің қалыптасуына бірден бір себепкер болған үлкен кісі.
Сол кісінің қолдап қуаттауының арқасында, әлпешінің арқасында Ғайникамал апам консерваторияның медициналық институтын оқып 3 жыл тамамдағаннан кейін Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, кезінде КСРО халық әртісі Фарида Шарипова мен КСРО халық әртісі Сәбира Майқанова апаларымның баулуының арқасында осы өнерге деген ынтызарлығы, өнерге деген құштарлығы ол кісіні алға жетелеп, біздің қазіргі Әкем театрдың қара шаңырағын аттап басқанға дейін Қазақстанның халық әртісі, КСРО халық әртісі Хадиша Бөкееваның курсына қабылданып, сонда оқып, Әшірәлі Кенжеев, Құман Тастанбеков, Әшірбек Сығай секілді бірге қазақ өнерінің тарландарымен бірге оқиды да, осы ең алғашқы табан тіреген жері мынау Ғабит Мүсірепов атындағы балалар мен жасөспірімдер театры болса, кейіннен Аугуст театрына актриса ретінде қабылданып, содан еңбек жолын бастап келе жатыр. Енді еңбектің еңбегі бардың өнбегі бар дейді қазақ. Сол еңбектенуінің арқасында осы өнбегін көріп отырған бүгінгі күндегі көз ашық өзінің кейінгі ізбасарына үлгі бірегей апамыз болғандықтан осы гастрольдің де маңызды мазмұны соған сайып отыр. Сондықтан біз жалынды сәлем дей отырып Семей қаласына және Аягөз тұрғындарына 30 жылың болғанша спектакліне келуге, көруге, көз қуаныш болуға дайынбыз деген келеді. Демек, семейліктер 15 мамыр күні міндетті түрде дәл осы 30 ұлың болған шатты спектакльді тамашалауға шақырамыз. Сіздер үшін арнайы Мұхтар Әуезов театрының ұжымы барады. Осы бір спектакльді көрермен назарына ұсыну үшін. Енді Мұхтар Әуезов театрының ұжымы демекші, сіздер жуырда ғана Елордадан келдіңіздер. Қалай өтті? Біз Қалеке театрын студиямызға беке шақырдық, қонақ қылдық, барлық қойылымдарын талқыладық, әртістермен әңгімелестік. Сіздерді қалай қарсы алды Елорда? Бұл Елорда бұл жолғы гастрольдік үлкен мерейлі сапар екі театрдың, екі қара шаңырақтың негізін әуелгі негізгі арғы түбі 1915 жылы Абай жерінен басталады деп айтамыз. Бұл бірақ өте жасырын айтылған, көбінде деректерде оншалық мәлімет толық емес, бірақ негізі 1926 жылы Мұхтар Әуезовтің еңлікеуін Қызылордада басталды дейміз. Осы Әкем театрдың кейінгі 50-50 жылдардан осы бертінге дейін атын дүркіреп тұруына, атағының әйгілеуіне бірегей еңбек сіңірген Әзербайжан Мәдиөлі Мәмбетов болса, сол кісінің қолдауымен, қуаттауымен, ел іргесіндегі азаматтардың қолпаштауыменен Астанада Қалибек Қуанышбаев атындағы Қазақ музыкалық драма театры құрылды. Осы екі театр, Қазақстандағы осы екі үлкен театрың бір-бірімен бүгінгі таңда шығармашылық байланыста болуы, осы жолғы гастрольдің өзі соның бір айғағы. Енді бізді барған кезде Астана жұртшылығы ерекше ықыласпен қарсы алды. Мұнда біз үлкен 7 қойылымды алып бардық. Біреуі Шерхан Мұртазаның өмірі мен шығармашылығына оралған ол кісінің Аймен Айша романы негізінде жасалған пьеса авторы Еркін Жуасбек, Аймен Айша, сосын Абай атамыздың қара сөздеріне құрылған Жұлдызбек Жұманбай режиссері Қара спектаклі, сонымен қатар Әбдіжәміл Нұрпейісовтің Қан мен тер Ақбала спектакліндегі режиссері Әрида Жоспанбаева, осы секілді бір қатар ірі ауызға ілінер дүниелерді алып барды. Біздің театр Астана көрермендері өте жылы жүрекпен, ыстық мейірмен, ақ жарма тілекпен қарсы алды. Ал біздің Әуезов театрына келген Қалеке театрының ұжымы өте әсерлі де, өте тартымды қойылымдарын алып келген. Әсіресе көзге ыстық басылатын Ұйқым келмейді, Шәмші, одан қалса Алтайдан ауған ел, одан қалса күні кеше ғана міне премьерасын жабылу болған Бопай ханым, менің ұстазым Роза Мұқанованың шығармашылығы негізінде жазылған пьесасының негізіне құрылған сахналық қойылым Алматы көрермендерінде өз деңгейде қуантып, қошеметке бөледі. Екі театрда өз миссияларын орындап қайтты. Қашанда абыройларыңыз арта берсін деген тілегімізді, ниетімізді білдіреміз. Қазір әңгімемізді сәл үзе тұрайық, сәл үзіліс жасайық, одан кейін біз сұхбатымызды ары қарай жалғастырамыз. Қымбатты көрермен, ұлттық арнадан ұзап кетпеңіздер. Қымбатты көрермен, шағын үзілістен соң Алматы студиясы өзінің сұхбатын әрі қарай жалғастырады. Жаңа ғана үзіліске дейін өздеріңізге уәде еттік қой, біздің студиямызға тағы бір мейманымыз келіп қосылды. Бүгінгі сұхбаттың негізгі мейманы деп айтқанымыз орынды болар. Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері, танымал театр және кино актрисасы Ғайникамал Байқошқарова ханым бүгін бізбен бірге. Апай, амансыз ба? Қайырлы таң. Жаңа сіз студиямызға келгенге дейін біз әріптесіңізбен, ініңізбен біраз әңгіменің басын түртіп қалдық. Енді өзіңізбен сол тақырыпты жалғастырсақ деп отырмыз.
80 жас мерейтойыңызбен ұлттық арнаның атынан өзіңізді тағы да шын жүректен құттықтаймыз. Рахмет. Амандығыңызды тілейміз. Енді осы 80 жас мерейтойыңыздың аясында туған өңірге ат басын бұрып, үлкен бір гастрольдік сапар ұйымдастырылып жатыр екен. Жалпы гастрольдік сапар қарсаңында мерекелік жалпы көңіл күй қалай болып жатыр, Қайника Амал апай? Рахмет. Енді қазақша айтқанда жұмыс басты болып жүріп, 80-ге келгенімізді де байқамай қаппыз. Аллаға шүкір, енді бүгін шақырыпсыздар, мерейтойым қарсаңында рахмет сіздерге. 11 күні біз Алла қаласа семейлік сапарға барамыз. 15 күні семейде спектакль қоямыз. Сонан кейін 13 күні семейде, 15 күні Аягөзде боламыз. Алла қаласа. Енді туған жерге не жетсін. 80-ге келгенде бара жатырмын енді. Жалпы бұған дейін туған еліңізде көп спектакльде болдыңыз ба? болмадым. Көп уақыт болмадым. Өйткені біз ол жақтан көшіп кеттік те, сол бір дәм тартып, бір жол түсіп, ол жаққа бара алмадым. Қазір енді дұрыстап қарсы алатын шығар деп ойлаймын. Ой, міндетті түрде. Елім, жұртым. Әрине, сізді жақсы көреді ғой, халық көрерменіңіз. 30 жылың болғанша спектакльін ұсынасыздар, иә? Иә. Неге таңдау дәл осы спектакльге түсті? Енді өзі рет солай келді. Қазір көп спектакльдерімді енді ойнамаймын. Жастар ойнап жатыр, өзімнен кейінгі. Қыздарды мен енді осы 30 жылыңда жалпы бәріміз осы мен құралпас, 70-дің ар жақ бер жағында, 80-дің ар жақ бер жағында қыздар ойнайды. Сол қыздармен бірігіп, сол ауылға барып қайтайық дедік. Жалғыз азаматымыз бар, Саят аға. Иә, ойбай. Әубәкір ағам бар. Иә. Жалпы ғапамның айтып отқандағы ішкі толғанысынан, тебіренісінен туындап отырған дүниелерге өздеріңіз көріп отырсыздар. Тұла бойында да өзінің нәзіктікпенен бір жасандылығы жоқ, жасамыз таза, биязды кісі. Сондықтан осы гастрольдің жаңаға тілге тиек еткенде ғапа, бұйырса барғаннан кейінгі шақырылымдар, о жердегі дәстүрлі әңгімелер, баяндар өз алдына бір үлкен әңгіме болғалы тұр. Сыныптай ғана ғұмыр ғой, сынаптай ғана ғұмыр. Енді ары қарай бұйырса, біз 16 күні келеміз, бірақ сол 11 мен 16-сына дейінгі аралықта осы Семей мен Аягөз қалаларында өз бір дүркіреген, өзіміздің апамның жан дүниесіне, сол елдегі өзінің төркін жұртындағы жан дүниесіне ерекше бір айрықша серпін беретін, бір жаңа леп әкелетін дүние деп сенеміз. Апамыздың енді 80 жас мерейтойына орай басылым беттерінде осындай көлемді материалдар, сұхбаттар жарияланып жатыр екен. Мұна журналда Назерке көрерменге көрсетіп қойсақ, иә? Мінекей. Әлия Бөпежанова сұхбатты жүргізген. 75 жасқым. Осы сұхбаттың алғашқы жолдарын оқуға рұқсат етсеңіздер, медициналық институттағы оқуымды тастап, консерваторияның театр факультетіне түскен кезімнен бері 58 жыл өтіпті дейсіз. Бұл аз уақыт емес. Әрине, әр адам қатардағы пенде ретінде алғанда жан толықтыратын жайттар көп қой депсіз. Ал сонау бала кезімнен армандап, кейде қиындықтарға тап болсам да, өнерден өз ұғымымдағы бақытымды тапқанымды ойласам, толқып кетемін дейсіз. Өнердегі бақыт деген өзі не? Сіздің ұғымыңыздағы, иә? Оны қалай түсіндіруге болады? Актриса үшін енді әрбір сахнаға шыққан сәтім бақыт деп ойлаймын. Репетиция уақыты, ол да бір бақыт сәттер. Одан кейін спектакльді ойнап болғаннан кейін жаңағы иілесіздер ғой, сіздер сол кезде көрерменнің қошеметі. Қошемет. Енді одан артық бізге баға жоқ. Қайника Амал апай, негізі рөлдің үлкені кішісі болмайды дейді ғой.
сіз үшін сіздің осы уақытқа дейін сомдаған кинода болсын, театр сахнасында болсын, рөлдеріңіздің ішінде ең бір өзіңізге ұнайтын, шоқтығы биік деп айтатын қандай рөл? Енді рөлдерімнің бәрінде жақсы көрем. Бірақ та соның ішінде мына 2014 жылы түскен Қара шаңырақтағы Гаухар ана. Гаухар ананың рөлі, иә? Иә, өзіме жаныма жайлы, жақын, өзім сомдауға да маған бір сол кейіпкерді жасағанда бір рахаттанып, қатты қиналып, сондай бір бейнет көрдім деп айтпаймын. Ойларым өзінен өзі келіп жатты. Жаныма жақын болғаннан кейін көрерменге ұнады. Бүкіл халық қошеметтеп. Мен айтам, 50 неше жыл сахнада әлгі инемен құдық қазғандай еңбектенгенде бір қара шаңырақ бір сәтте бүкіл елге әйгілі болып, осы көрген ел, әсіресе балалар таксистер үйге апай апарып тастайық сізді ақша алмаймыз, жоқ апай сізді алып келгеніміз кері, біз бақыттымыз деп балалар сөйтіп қошеметтеп жатты. Айналайын, рахмет. Апайлар бір орамалдарын жауып спектакльге келгенде қара шаңырақты айтып, ол да енді біз үшін бір қайталанбайтын өмірді сол бақытты сәттер. Сол кезде өзің бір ерекше өзің сезінесің, өзіңнің керектігіңді, өзің бір жұмысың сонда жемісті болып жатқаны. Медицинаны тастап босқа театрға келмеппін ғой деп қуанатын сәттер шығар. Енді медицинаны тастағанда менің жалпы өзім арманым кішкентай күнімнен болған шығар. Сол өзі жетектеп алып келді. Жалпы дәрігер болғанда да жаман дәрігер болмайтын едім. Әрине, деп ойлаймын. Мейірімді, нәзік дәрігер болар едіңіз. Енді кішкентай күнімнен, енді көп айтылды, көп жазылды. Кішкентай күнімнен жалпы осы кейіпкер жасаған, бір мен 6-7 жасымнан ба, әйтеуір кейіпкерлерді ойнап, үйде не болса соны киіп, үйде не бар, сандық тақтырам, әйтеуір кино көргеннен кейін, сол кинода, онда енді ауылға, біздің кішкентай кезімізде ауылға келетін кино сол, бродяга менен господин 420 алып келетін, сондағы кейіпкерлерді жылап еңіреп, қуанып, соларды ойнайтын көп кішкентай болып. Айнаның алдын шашымды жайып жіберіп, маталардың бәрін асынып өзіме. Сол аяқтап келгенде енді әйтеуір театрға келдім ғой. Әрине, мединститут тастау оңай болған жоқ. Өйткені туған туысқандарым, ата-анам, вообще бәрі, жұрттың бәрі қарсы болып. Осы театрға келгенде Сәбир апай, Фәрид апайлар, бәрі енді Құдай-ау, мұндай да болады екен деп ренжіп, сөйттім. Мен енді соған қарамай, сол алған бетімнен қайтпадым. Өйткені өзім ішімде жатқан бір, қалай айтсам екен, үлкен арманыңыз, иә? Иә, арман болғанда да енді онсыз өмір салмайтын сияқты болдым ғой әйтеуір. Енді дәрігерлік біліміңізде өмір бойына сізге бір көмегін тигізген шығар, көмек болмаса зияны тиген жоқ. Солай ма? Енді дәрігерлік көмек болды деп айта алмаймын. Бірақ та анам, әжем, әкем бәрі өздері өнерге өте жақын адамдар болды. Солардың арманын мен жеткіздім енді. Әкем консерваторияға түсіп тұрып тастап кеткен вокальный факультетті. Әжем Семейде еңлік кебек қойылғанда әжемді шақырған. Мұхтар аға, Мұхтар Әуезов еңліктің рөліне, бірақ та атам рұқсат бермепті, нағаш атам. Сонымен енді өзімнің анам енді Семейде вообще спектакльді жібермеген ғой олар. Әрбір спектакльді, әрбір кейіпкерлердің сөзін, әнін мен енді түскеннен кейін мамам маған айтып, осы бәрін сонда ойлаймын қазір. Мамамның өзінің ішінде
анамның өзінің ішінде сол бір арман болған ғой деп. Бұл енді сіздің жан дүниеңіздің, жүрегіңіздің қалауы болғаннан кейін осы өнер жолына түсіп, осындай биік дәрежеге, биік белестерге жеттіңіз деп білеміз. Қашанда абыройдың биігінде бола беріңіз, Ғайникамал апай. Сіздерге көп рахмет бүгін арнайы уақыттарыңызды бөліп келгендеріңіз үшін. Жаңа ғана біздің жақсылық бауырымыз айтып қалды сөз арасында. Біздің Ғайникамал апайымыз 65 жасқа дейін би залынан мүлдем шықпайтын дедіңіз бе? Осы жайында бір-екі ауыз айтып өтіңізші. Бұл қазіргі күнде мына қарынның, материалдық құндылықтың бағытына кеткен біздің өнердегі үлкен аға-апаларымыз, оның ішіне барлығы деп айта алмаймыз. Ішінде іріктеліп қалатын санаулы тұлғалардың ішіне осы кісілер кіретін шығар. Ал бұл кісінің сол 65, енді бұл 60 жас деген елге еңселі, ақылды, абыройлы жас болғандықтан, осы жаста өзінің балапандары мен немерелері қатарлы қыз жігіттермен бірге би залынан түспеу, массовкада ойнағанда жай бір елең қорлы қарапайым дүние емес, оны биік деңгейдегі үлкен рөл деп өзін өзі баға беру арқылы соған құлшыныс арттыру деген сөз. Бұл кісінің қазіргі мына мерейлі 80 жас аясындағы үлкен қуаныш. Бізден кейінгі актриса, бұл кісіден кейінгі актриса, актерларға үлкен сабақ болар деп ойлаймын. Ал ойшылап айтады ғой, әкесінің баласы адамның дұшпаны, адамның баласы бауырың деп. Бұл кісілердің кісілігінің тазалығында алдыңғы аға толқын үлкен өнер қайраткерлері Нұрмұхан Жантөрин, Фарида Шарипова, Хадиша Бөкеева, Сабира Майқанова секілді үлкен алып өнерді қалыптастырған бірегей тұлғалардың шәкірті ретінде бұл кісілердің өнері де, өмірі де тарих сахнасында мәңгілік қалады деп есептейміз. Осындай ұлы тұлғалардың шәкірті болдыңыз кезінде. Бүгінде өзіңізден кейінгі жастарға ұстазсыз, апай. Денсаулық тілеймін сізге. Аман есен болыңыз, ең бастысы. Кейінгі жастарға үлгі болып, осындай әдеміліктің символы, эталоны болып, ортамызда жүре беріңіз. Рахмет. Өздеріңізге табыс тілейміз. Қымбатты көрермен, ұлттық арнадан алыстап кетпеңіздер. Қазір енді біз елордамыздағы әріптестерімізге сөз тізгінін ұсындық. Әріптестер қабыл алыңыздар. Рахмет.